Сәлем баршаңызға, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен арнама тіркеліп, колокольчик белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге пиццерияда дайындалатын пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен ситадан өткізілген ұнға қант, тұз қосып, жылы су құямыз. Содан соң сұйық май, зәйтүн майы болса тіптен жақсы болатын еді. Содан соң аштықымызды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Сонда аздап май құямыз. Зәйтүн майын қосқаныңыз дұрыс болады. Егер де болмаса, мен сияқты сұйық май, кәдімгі өсімдік майын құйсаңыз болады. Міне осылай иіні қанғанша басып шығамыз. Бізде жұмсақ қамыр дайын болды. Енді бетін жауып, шамамен 30 минут немесе 1 сағатқа соусымыз дайын болғанша бетін жауып қоямыз. Келесі кезекте біз соусымызға кірісеміз. Ең алдымен қызанағымызды дәл видеодағыдай етіп тіліп шығамыз. Және де қайнаған ыстық суды бетіне құйып 10 минуттай алып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін қабықтары өзімен өзі осылай оңай алынатын болады. Қабықтарын алып, блендердің көмегімен немесе измельчительдің көмегімен осылай ұсақ бөліктерге бөліп шығамыз. Измельчительден өткізіп алдық. Енді соусына кірісеміз. Қыздырылған табаға май құямыз. Содан соң сарымсақты қосып, кішкене 30 секундта қуырып аламыз. Кейін жаңа қызанағымызды қосамыз. Араластырып, қажетті дәмдеуіштерді қосамыз. Тұз, паприка және де орегано дәмдеуішін қосамыз. Жақсылап тұрып араластырып, бетін жаппай осылай суы сарқылғанша араластырып отырамыз. Не біздің соусымыз дайын болып қалды. Астын жауып сөндіреміз.
Енді келесі қамырымыз да күшті көтеріліп қалды. Оны теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Менде 270 граммнан шықты. Қамырымызды қолмен немесе оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Бір жері қалың, бір жері жұқа болуға болмайды. Барлығын бірдей қалыңдықта жайып шығамыз. Мен басында оқтаумен жайдым, содан кейін қолдың көмегімен жайып шықтым. Келесі кезекте соусымызды жағамыз. Күштен өткізілген сырымызды себеміз. Және бетіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша мен пепперони пиццасын дайындайтын болғасын колбасаны қойып шықтым. Ал сіз маргарита немесе тауық етінен немесе фарштан жасауыңызға болады, өзіңіздің қалауыңыз. 250 градуста қыздырылған пешке шамамен 7-10 минутқа қоямыз. Менде әсел пеші. Пиццамыз дайын болды. 10 минут әсел пеште пісті. Қамыры піседі. Ол жағын уайымдамасаңыздар болады. Үш порция болғасын, мен тағы да бір пицца жасадым. Онда уже қызанақпен колбасаны араластырып салдым. Дәл солай 10 минутқа 250 градуста қыздырылған пешке салдым. Жасап көріңіздер, егер рецепт ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Кері байланысты күтемін. Сіздермен бірге болған мархабат.